Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге қазіргі таңда өзекті тақырыптардың бірі өт тас аурулары жайлы және емдеу тәсілдері туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеле кетіңіз. Өт адам ағзасы үшін көптеген функцияларды атқарады. Майларды ыдыратады. Өт болмаса ішектегі майлар қорытылмай, сол күйінде шығарылады. Майда еритін витаминдер А, Д, К сіңірілуін жақсартып, жіңішке ішектің моторикасын жақсартады. Ақуыздарды қорыту үшін ферменттерді активтейді. Организмнен артық холестерин, билирубин, токсин металдарды шығарады. Сондай-ақ патогенді бактерияларға кері әсер етеді. Өтке тас толуының себептері вирусты бактериалды инфекциялар, аутоиммунды аурулар, майлы тағамдарды көптеп тұтыну, жүктілік, өт жолдарының дискинезиясы, тез салмақ тастау, өт тас ауруларына алып келеді. Өт қабында тастар өттің құрамында холестерин, билирубин және өт тұзы қалыптыдан жоғары болған кезде түзілетін қатты конкременттер. Өт қабындағы тастардың көлемі құм тәрізді ұсақ немесе гольф добы деңгейінде болады. Сондай-ақ өт тастарының екі түрі кездеседі: холестериндік және пигменттік. Холестериндік тастар сарғыш жасыл түсті, ал салмағы жеңіл болады, сондықтан суға батпайды. Мұндай тастардың рентген сәулесіне деген контрасттығы өте төмен. Осы себептен оларды анықтау үшін контрастты рентгенологиялық зерттеу қажет. Рентген суретінде мұндай тастар көбіне өт қуығында қалқып жүреді. Ал пигменттік тастар — бұл тастардың құрамында билирубиннің көлемі басымырақ болады, ал олардың түстері қоңыр қара, құрылысы аморфты болып келеді. Өт тасымен ауыратын науқастардағы клиникалық көріністер: өтті шығаратын түтіктер таспен бітелген кезде өт қабында қысым артады. Бұл өт қабының түйілуін, ұстамасын туындатады. Ауырсыну әдетте 1 сағаттан бірнеше сағаттарға дейін созылады. Өт қабының түйілуі ауыр тағамдарды қабылдауға байланысты, және бұл ұстама кешкі және түнгі уақыттарда болады. Өт қабы түйілуінің ұстамасы кезінде жүрек айнуы және құсу, дене температурасының аздап көтерілуі, бірнеше сағаттар бойына іштің ауырсынуы, терінің қышуы, несеп және нәжістің түстерінің өзгеруі, әлсіздік, шаршағыштық болады. Мұндай уақытта науқасқа шұғыл түрде дәрігерге қаралу қажет. Өт бөлінуін жақсарту үшін дұрыс тамақтану керек. Яғни күнделікті ас мәзірімізге сәбіз, жаңғақ, қызылшаны көптеп қосу керек. Сондай-ақ суды қажетті мөлшерде ішіп отыру, сұлы сорпасын қабылдау өтте тас түзілуінің алдын алады. Өт қабындағы тас өттің қабырғасын жарақаттап, қабыну, ісік ауруларына алып келуі мүмкін. Егер тастың көлемі 15-20 мм-ден аспаса, онда медицинада дәрі-дәрмектердің көмегімен ертіп түсіріп тастауға болады. Алайда ондай дәрілік препараттарды асқазанында ойық жарасы бар, ішек ауруларымен ауыратын науқастар және жүкті әйелдердің қолдануына болмайды. Мұндай тастарды дәрілік жолмен еріту үшін бірнеше ай немесе жылдар қажет болуы мүмкін. Келесі бізде оперативтік емдеу, яғни өт қабын хирургиялық жолмен алып тастау. Бұл операция холецистектомия деп аталады. Өт қабын алып тастағаннан кейін өт қабында жиналмай, бауырдан бауыр және жалпы өт түтіктері арқылы тікелей ұлтабарға түседі. Айтылған ақпараттар сіздерге пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.